жылы 15 мамырда Искаковтар әулетінде Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауылында дүниеге есігін ашқан Маржан Зекенқызы қазіргі таңда Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Ақтерек ауылында Бақтияровтар әулетінің шырағын жағып, мәуелі бәйтерекке айналып, бала-шағасын аяқтандырып, немерелерімен бақытты өмір кешуде. Бүгін Маржан қарауыл еліне аяулы келін, балаларының қамқоршы анасы, немерелерінің ардақты апасына айналды. Әрбір ісіне адалдықты ту етіп, жеке басының ақыл-парасатымен кейінгілерге үлгі бола білген сүйікті әпкемізді мерейлі жасымен құттықтай отырып, отбасының берекелі, бала-шағасының аман болуына, денсаулығы мықты қалпында ұзақ жасауына тілектеспіз. Әпке, елге сыйлы, туыстарыңызға бауырман, әрдайым көпшіл қалпыңыздан айнымаңыз. Сіздерге келесі кезекте мына өлең жолдарын жолдаймын. Жан әпке, қашаннан ақ жаны жақсым, шыққандай жанарыңнан жадырақ күн, ең алғаш сен туып қуантыпсың, жанарын біздің үлкен шаңырақтың. Естияр боп бірлікте баянды кем, еркелетіп бәрімізді аялап ең, жарың кетті бақиға сен қамықпа, бұл күнде таласуда немерелер құшаққа кең. Балаларың мәңгілік қуанышың, немере бақытың бар жұбанышың. Бір сені сап алтыннан көп көрмейміз, нағыз алтын жарқырап тұрады шын. Маржан әпкемізді мерейлі 50 жас мерекелік тоймен құттықтаймыз. Келесі